Жасанды интеллекттің келуімен әр салада өзгерістер, жаңалықтар болып жатыр. Жасанды интеллект мұғалім жұмысын жеңілдетті ме? Міне осы тақырып жөнінде болады бүгінгі әңгімем. Оны біз чат GPT-ден сұраймыз және чат GPT-ге эссе жаздырамыз. Видеоның соңында осы эссенің толық мәтінін қоямын. Қызық болса, Ессөз YouTube каналына жазылып қойып, видеоны тоқтатып қарап алуларыңызға болады. Мұғалімдердің аттестациядан өтетін кезінде бір эссе жаздырады ғой, сол эссенің тақырыптарын береді. Сол тақырыптарды қарасам, көбісі мынандай тақырыптар екен: ұстаз ұлы есім, мұғалімдердің қоғамның дамуына білім берудегі рөлі деген сияқты. Ұстаз және мұғалім деп беретін тақырыптар бар. Осы тақырыптарда эссе жазған кезде негізінен нені білгісі келеді? Осы эссені оқитындар, осы эссеге баға беретіндер. Яғни ұстаз деген кім, мұғалім деген кім деген сұраққа жауап алғысы келеді. Көпшілігіміз білетін Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесінде Дүйсен ұстаз ауылдың шетіндегі ескі мал қораны өзі жөндеп, соны сыныпқа айландырады. Ол жерде көп ауылдағылар көмектесе де қоймайды. Тіпті сол Дүйсен ұстаздың осы еңбегін бағалау түгілі тіпті қарсы шығады. Балаларын о жерге жібергісі келмейді. Енді осы бір картинамен қазіргі замандағы мұғалімдердің образы қандай қоғамдағы, соны салыстырып эссе жазайық, және сол эссені осы видеоның соңында беремін. Қызыққандар видеоны тоқтатып қарауына болады. Әрі ол эссені чат GPT-ге жаздырамыз. Не осындай чат GPT-ге осы Дүйсен ұстаздың міне мынандай суретін видеоға қоямын. Чат GPT-ге салдырттым. Қораны сынып жасаған Дүйсен ұстаздың жағдайы қиын ба, әлде қазіргі кездегі мұғалімдердің жағдайы қиын ба? Міне мына салыстырған сурет, видеода бұл суретті қойдым. Енді осы неге мұғалімдердің жағдайы қиын деген нәрсені алып отырмыз? Себебі қазір зерттеу жасау оңай. Зерттеу жасау үшін әлеуметтік желіні қолданамыз. Мен де осы өзімнің Инстаграм парақшамда ашық сабақ өткізіп 3 күн ұйықтамаған мұғалімнің ауыр халі деген бір рилс қойдым, 6 сағат, 6 секундтық. Сол рилсті 10 мыңнан астам адамдар бір-бірімен бөлісті. Әлеуметтік желінің алгоритміне қарайтын болсақ, бұл бөлісу деген не деген сөз? Мен де сондаймын, немесе сен де осындайсың ғой деп бір-біріне сол оқиғаның өздерінің бастарынан өткендігін білдіреді ғой бөлісу деген. Сонда біз көреміз 10 мыңнан аса мұғалім, мұғалім бола ма, немесе басқа адамдар бөлісті. Сонда бұл қоғамда өте осындай мұғалімнің қажу, шаршауы көп екендігін көрсетеді. Және жазылған 400-ден аса пікірді алып, мен ол пікірлердің барлығын контент анализін жасадым. Оны басқа видеода осы зерттеу бойынша ғылыми мақала жазамын. Оны келесі видеода. Сондықтан да қазір біз ұстаз және ұстаз ұлы есім, мұғалім қасиетті мамандық дегенге эссе жазайын деп отырмыз ғой. Сондықтан да оны басқа видеода айтамын. Яғни бұл жерде осы видеомен 1.200.000 адам астам қарады. Яғни осындай контенттер әлеуметтік желіде өте көп өтеді, және осындай контенттер өте көп. Мысалы, мұғалімдердің парақшасын қарайтын болсаңыз, осындай қажыған, біткен, күйзелген, өте қиындықтан ауыр контенттерді көп көресіздер де, сіздер де көріп жатқан боларсыздар. Және ол миллиондап қаралады, және оған әсер, реакция өте көп болады. Оны ұнатқан, лайк басқандар, пікір жазғандар, біздің қалымыз де осы деген сияқты. Мен бұндай контенттерді бірнешеуін зерттеп көрдім. Сонда қазіргі мынандай қорытынды шығаруға болады бұл контенттерден. Яғни қазіргі мұғалім бейнесі шаршаған, қажыған, біткен, күші жоқ сондай. Бұл мен қойған видео, қазір оқу жылы аяқталып жатыр ғой.
январда қойғам, яғни жылдың басында сол кездің өзінде осындай қажыған мұғалімдердің пікірлері жазылып, осындай бір реакция болды. Енді неге мұғалімдердің қазіргі қоғамдағы образы осындай қажыған, таусылған? Ал енді мысалы мына суреттегідей сол Дүйсен ұстаздың жағдай қиын ба, ешқандай материалды қиыншылық бар, жоқшылық бар, және адамдардың ешкімнің қолдауы да жоқ, бағдарлама жоқ. Ал біз қазіргі заманда мұғалімдерге қолдау да бар, программалар да бар, оның үстіне жасанды интеллект келді. Енді бағанағы видеомыздың ең басындағы тақырыпқа оралатын болсақ, жасанды интеллект мұғалімдердің жүгін жеңілдетті ме, жоқ одан ары жүк иықтарына қосымша жүк артты ма деген сұрақты осы чат GPT-ден сұрап көрейік. Алғашқы ұстаз және мұғалім мамандығының арасындағы қиыншылықтарды салыстырған салыстырмалы эссе жазшы деп чат GPT-ге жаздым. Чат GPT 3 түрлі себебін көрсетіп бізге эссе жазып берді. Оның біріншісі мұғалімдердің білімінің жетіспеушілігінен туылған өзіне өзі сенімсіздік. Екіншісі, мысалы, бұл цифрлық буын және Z ұрпақтың немесе Z буынның технологиядан мұғалімдерден, қазіргі мұғалімдерден, кейбір мұғалімдерден алда болуы, технологияны жақсы меңгеруі. Өйткені оқушылар, бұны да мен барған жеріме, қонаққа барсам, басқа жерлерден сұраймын. Сол кезде балалардан сұраймын, мектеп оқушыларынан, сен қандай сенде приложениялар бар деп. Сол кезде олар баланың негізгі әдеті, үлкендерді көрген кезде беттеріне маска кие қалып, жоқ, менде ешқандай ойын жоқ, приложение жоқ дейді. Бірақ та мен айтам, сұраймын олардан, чат GPT-мен қалай, не сұрайсың деп әңгімелесе бастаған кезде олар ашылып әңгімесін айтады. Сол кезде көпшілігінің айтатыны есептерді, үйге берген тапсырмалардың көпшілігін бәрін деуге болады чат GPT арқылы жасайтындығы. Яғни бұлар 10 жастағы орта мектептің балалары, бастауыштар, тіпті бастауыш класста, сыныпта оқитын балалардың өзі де осылай жасайтынын мен өзім сөйлесіп көрдім. Сондықтан да ал кейбір мұғалімдер әлімге дейін сұрайды, кейде менен кеңес сұраған кезде, осындай нәрселерді сұраған кезде неге чат GPT-ді қолданбайсың деп сұраймын ғой өздерінен. Сонда мұғалімнің көпшілігі әлі чат GPT-ді ашып көрмеген. Міне сондықтан да жаңағы балалардың цифрлық буынмен біздің алдымызда отырған балалардың мұғалімдерден көбірек алда екендігін, бұл жасанды интеллектті қолдануда екендігі де мұғалімдердің жаңа күйзелісіне себеп болып жатқандығын айтуға болады. Міне осы эсседе осындай 3 аргументті келтірген және мұғалімдерді ұстаз киелі ұғымның қазір соншалықты сондай ұстаз деген киелі ұғым болмай бара жатқанын, мұғалім бейнесінің күйзеліске ұшыраған, бір шаршаған, бір көп жүк арқалап жүрген образ бейнеге айналып бара жатқанның себебін осы эсседе міне 3 аргументпен көрсетіп жазып берді. Енді осы эссені видеоны тоқтатып көріп оқып алуларыңызға болады, егер қызықсаңыздар. Бұл эссені чат GPT-ге жаздырдым, толық мәтінін мына жерге қоямын. Бірақ сіздерге чат GPT ұстаз киелі есім, мұғалім мамандық деген эссе тақырыбын берсеңіздер, чат GPT дәл осындай жазып бере ме? Оны менің ойымша жазып бермейді. Ал дәл осындай жаздыру үшін кең отырып сөйлесуге болады. Өйткені видеоға арналған қысқа уақыт ішінде тек видеоның мәтінін ғана беріп отырмын. Сондықтан да осындай жасанды интеллектті өз істеріңізде қолдану, әсіресе чат GPT-ді қолданудың әдіс тәсілдерін, қазақша қолданудың әдіс тәсілдерін білгілеріңіз келсе, Ессөз YouTube каналына жазылып қойыңыздар.